Так, баршаңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Мирас. Бүгін бізде өте маңызды тақырып, ол бізде ликвидность жайлы айта кететін болсақ, ол бізде ақша, яғни нарықта, в целом маркетмейкер тек қана ликвидность пен имбаланстарды жауып қана жүреді. Сол үшін де бұлар біз үшін өте маңызды нәрселер болып табылады. Енді қазір біз көріп тұрғандарыңыздай пирамида трейдингада ең басында ол бізде центральный банктер мен биржалар, мысалы ФРС, ФРС ол доллар печатать ете алатын единственная организация, немесе биржалар, даже крипто биржалардың өзін айтатын болсақ, Binance бар, Bybit бар, олар реально өте қатты рынокқа влияниясы бар да. Олар бізде көбінесе осындай оператордың жұмысын атқарады. В целом, енді бізде умный капитал, яғни осы нарықта өте үлкен ақшалар айналдыратын, өте үлкен ақшалар табатын бізде межбанковский трейдерлар болады, инвестиционный банктер болады, және де осыны өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ол умный капитал, яғни smart money. Одан кейін бізде ликвидность, яғни көбінесе ақшаларын рынокта жоғалтатын, ол бізде банки нижнего уровня, фонды, страховые фонды, внебиржевой розничный сектор, независимые инвесторы, яғни бір адамда 1-2 миллион доллары бар, олда инвестициядан вообще хабары жоқ, және де ол инвестицияға кіремін дейді, бір нәрсені алады, оның бағасы құлайды, ол сол жерде қорқып сатып жібереді. Ал егер де ол опытный инвестор болса, опытный трейдер болса, ол алған бағасын ұстап отыра беретін еді. Одан кейін оның бағасы ары қарай көтерілетінін біледі, өйткені ол баға көтерілгеннен кейін ол по-любому өзінің ақшасын шығарып алады. Одан кейін енді бізде ең төменгі жақта ол біз пушечное мясо, яғни біз розничный трейдеры. Розничный трейдерлар, олар бізде, бірақ та біздің осы smart money стратегиясы бізге осы розничный трейдер, пушечное мясо бола тұра, умный капитал сияқты ойлануға мүмкіндік береді. Яғни осылармен бірге жүруге, яғни мыналар рынокта басқаратын болса, біздің стратегия осылармен бірге жүруге көмектесе алады. Яғни осылардың біз ізін табамыз, сол іздермен жүреміз. Болды. Басқа қиын түгіле жоқ. Так, енді алайық. В целом ликвидность деген нәрсе неден шығады, мен сіздерге бір простой понятие айтайын. Мысалы, технический анализ бар. Технический анализда трейдерлар не істейді? Мысалы, уровень поддержки дейді. Уровень поддержки неден шығады? Уровень поддержки, так, бізде бұлай болады. Яғни баға бір рет келді, отскок жасады, екінші рет келді, отскок жасады, и олар ойлайды, аха, қазір баға қайтадан төмен құлайды да, біздің сделкамыз отработка береді. Сол үшін де біз лонг позиция ашуымыз керек деп ойлайды. Олардың ойында осы да. Бірақ та бізде не пайда болады осындай моментте? Бізде төменгі жақта өте көп ликвидностьтар, яғни ол лонг мына жерден ашатын болса, оның астында өте көп стоп-лосстар қойып тастайды. Көптеген миллиондаған трейдерлар осы жерге стоп-лосстарын қойып тастайды. Яғни олар мысалы мына жерден сатып алды, мына жерден сатуға дайынбыз дейді, және мына жерден сатуға дайынбыз дейді. Маркетмейкер не істейді? Маркетмейкер осының барлығын көріп тұрады да, уже сіздердің ликвидностьтарыңыздың бәрін бүйтіп жинай салады. Бүйтіп түседі, ары қарай жоғары кете береді. Яғни сен 50 мың доллардан тұратын нәрсені 50 мың доллар тұратын нәрсені 50 мың долларға сатып алдың да 49 мың долларға сатып атсың. Выгода ма? Выгода. Логикасын түсініңіздер ғой, яғни сен қымбатқа алып арзанға саттың, одан тек қана маркетмейкер пайда көрді. Және де біз, яғни біз охотникпіз. Сіздер мына жерден лонг позиция күтіп отқан кезде біз не істейміз? Біз мына жақтан сіздер біздің take profitіміздер. Яғни сіздер мына стоп-лосс қойдыңыздар, ол біздің take profit. Біз маркетмейкермен бірге жылжып, сіздердің стоп-лосстарыңызды жинаймыз. Сөйтіп, бұл біздің take profitімізді аламыз өзіміздің. Яғни біз үшін нарық осылай жұмыс істейді. Мы здесь хищники, а вы жертвы, которые торгуют по другим стратегиям. Так, енді ары қарай тағы да көрсетіп жіберейін. Уровень сопротивления деген нәрсе бар бізде. Тоже теханализда көп қолданады. Уровень сопротивления тура сол логика, яғни жоғары келіп, бір рет түсті, екі рет түсті, үш рет түсті, неважно. Олар ойлайды, аха, осы жерден құлайтын болса, міне екі рет құлады ғой, значит, тағы да құлайды деп ойлайды, шорт позицияларын дайындап отырады осы жерден. Стоп-лосстардың бәрін қойып қояды. Одан кейін не болады? Маркетмейкер бұның бәрін көріп тұр. Одан кейін олардың стоп-лосстарын топа осылай қайтадан жинап ала салады. Яғни баға былай келеді, все, жинап алды, и все.
яғни енді біз шорт позицияның логикасын сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін. Шорт позицияның логикасын мен сіздерге былай айтып берейін. Мысалы iPhone бар. iPhone-ның бағасы $1000 тұрады. iPhone-ның бағасы $1000 тұрады. И сізде информация бар, яғни сіз рынокқа анализ жасадыңыз, iPhone-ның бағасы ертең $900 тұрады. Сіздің досыңызда iPhone бар. Досыңыз ол сіздің брокеріңіз, ол биржа болуы мүмкін. Сіз досыңыздан iPhone-ды қарызға аласыз, оны $1000-ға сатасыз, қолыңызда $1000 бар. iPhone-ның бағасы $900-ға құлдырайды. Сосын сіз $900-ға қайтадан iPhone-ды сатып аласыз да, досыңызға iPhone-ын қайтарып бересіз. Яғни сіз iPhone-ды досыңыздан қарызға алдыңыз, оны $1000-ға саттыңыз. Оның бағасы сосын $900-ға түскен кезде қайтадан iPhone сатып алдыңыз да, досыңызға қайтардыңыз. Таза пайда қалған бұл жерде $100. В целом шорт позицияның логикасы осындай. Так, енді ары қарай жалғастырайық. Сіздер примерно менің ойымша түсініп тұр деп ойлаймын. Енді ликвидностьтардың түрлеріне көшуге. Ликвидностьтардың бізде қандай түрлері бар? Так, бізде мұны дайын ликвидностьтар жайлы ақпараттар бар еді. Так, қайда кетіп қалды? Жақсы, ноудан салайық онда. Ештеңе етпейді. Так, қараймыз. Ликвидностьтардың енді қалай табам деген адамдарға мен осындай түрлерін дайындап қойдым. Яғни, мысалы, мына жерде ликвидность қайда бар деп ойлайсыз? Бұл бізде equal high, equal low деп аталады. Яғни, equal high, equal low, двойная вершина, двойное дно. Яғни, мысалы, мынау екі двойная вершина, осы, мысалы. Бұл жерде бізде ликвидность жиналып қалған. Маркетмейкер оны, скорее всего, осылай жинап алады да құлайды. Мына жер тоже самое двойное дно жиналып қалған, яғни equal low. Екі жақтан да осылай уровень поддержки сияқты көреді. Көбісі осының астына стоп-лосстарын қояды, дұрыс па? Одан кейін маркетмейкер оның бәрін көреді, оны стоп-лосстарын жинайды, одан кейін ары қарай кете береді өзінің жолымен. Так, бұл біздің бірінші түр. Енді екінші түрін алатын болсақ, екінші түрі бізде ол былай болады. Фрактальные зоны, можно так сказать, да? Біз келесі сабақтарда уже структура рынка өтетін боламыз. Структура рынкада уже все будет понятно вам. Бұл жерде енді бізде қай жерде деп ойлайсыздар? Мысалы, именно мына зона бізде ликвидность болып табылады. Яғни осы жерден былай өсті, значит, тағы да өседі деген логика болады. Мына жерлерге стоп-лосстарды қояды. Маркетмейкер оны жылады да кетеді. Мына жерде тоже самое, мына жерден құлады, значит, ары қарай осында келсе құлайды дейді. Стоп-лосстарды қойып қояды. Маркетмейкер жылады да кете береді. И fake boss деген бізде структура рынокта понятие бар да. Fake boss, яғни осылай төмен құлайды да, одан кейін ары қарай жоғары кетеді. Ол вот осы именно осындай логикадан туындайды, яғни ликвидностьтардың жинап, одан кейін ары қарай маркетмейкердің өз жолымен кетуінен. Бұл бізде тоже ликвидностьтің екінші түрі. Так, енді ликвидностьтің үшінші түріне көшейік. Үшінші түрі ол бізде трендовая ликвидность. Яғни бізде рынок по тренду жүреді. И ликвидностьтар өте көп қалдырып кетеді. Яғни, мысалы, мынаның барлығы ликвидность. Мынаның бәрі ликвидность. Рынок оны ерте ме кеш пе алады. Ол қаншалықты көп болады, соншалықты оған жылдамырақ баруға тырысады. Тіпті алтын өзінің артынан өте көп ликвидность қалдырды, өсе берді. И бәрі ойлады, ол ары қарай өсе береді деп. Бірақ та в конце что случилось? В конце он упал. Все ликвидности забрал. Многие получили ликвидации своих счетов. И что это означает? Это означает то, что маркетмейкер 100% заберет ликвидности. Это факт. Это факт, ребята. Так что, вот знаете, ликвидность деген нәрсені 100% алады. Так, енді бізде боковиктің ликвидності бар. Енді ол, менің ойымша, қиын да емес. Мысалы, былай рынок бір бағаның арасынан бір бағаға дейін жылжиды да. Ой-ой-ой. Мысалы, былай жылжыды. Үсті бар, асты бар. И осыны, мысалы, біз боковикте боламыз. И мына жерге, мысалы, баға тиді. Мұнда тиді, оның астына стоп-лосстарын қойып, адамдар лонг алуға тырысады. Төмен келді ғой, мысалы. Мына жерден лонг алуға тырысады, астына стоп-лосстарын қояды.
маркетмейкер бір жыл болады да қайттан жоғары барады. Мына жерден тиді құлады и ойлайды адамдар, аха, мына құлай берсе, значит осы жерде біз стоп-лосстарымызды қойғанымыз дұрыс болады деп, оны қайтадан тоже жылу болады. То есть логика, я надеюсь, вам понятен, да? Бұл жерде логика тоже самое, ликвидностьпен жұмыс жасау. Көптеген нарықтағы трейдерлардың стоп-лосстарын жылу. Так, енді давайте просто живой примермен мен көрсетейін. Тұр, соны айта бермей. Айта бергеннен қандай пайда бар, е? Так, живой примермен көрсететін болсақ, мысалы, часовикқа кірейік. Часовикқа кірейік, и біз не көріп тұрмыз? Мысалы, мына зонаны алайық, осы жер. Міне, мынаның барлығы, мысалы, жоғары жақтағылардың бәрі бізде ликвидность. Так, давайте мен бұлай қоса салайын, е? Мысалы, жоғарыдағының барлығы бізде ликвидность. Міне, мынау ликвидность. Мынау ликвидность. Осындай жоғары фракталдардың барлығын ликвидность ретінде алуға болады. Мынау ликвидность. Яғни көріп тұрғандарыңызда баға құлап жатыр, жоғары жақта ликвидностьтардың бәрін қалдырып жатыр. Кстати, тень тоже ликвидностьқа жатады. Міне, мынау ликвидность, мынау ликвидность. Мынаның барлығы ликвидностьқа жатады, достар. Және де енді бізде не болып жатыр? Рынок міне қаншама ликвидность қалдырып кетті, дұрыс па? Көріп тұрсыздар. Ал оның құлауы, тіпті мына құлау, ол мына жақтағы ликвидностьтарды жинап жатыр да. Уже мынау құласа да, мына төменгі ликвидностьтардың бәрін жинап жатыр. Одан кейін өздерінің үстінде тағы ликвидность қалдырып кетеді. Енді рынок не істейді деп ойлайсыздар? Давайте өзіңіз көрейік, міне көз алдыларыңызда. Міне бірінші ликвидностьті алды, екіншісін алды, үшіншісін алды, свип етеді. Очень сильно свипнуло. Потом мне төменгі жақта тоже алып алды. Ары қарай тағы көре береміз. Что у нас тут происходит? Міне, мына жерде алды. И ары қарай өсе береді. Ликвидностьті жинай береді рынок. Көрдіңіздер ме? Міне, очень сильный свип жасады. Өте үлкен свип. Свип дегеніміз бізде резко осындай теньмен ликвидностьті жинап, қайтадан орнына бару. Міне, уже бізде последний свип, яғни мына ликвидностьтарды алып болғаннан кейін рынок все, болды, ол ары қарай өсуге тіпті желаниесі да жоқ, ол ары қарай құлай береді. Міне, көрдіңіздер, мына цельдардың бәрін алып алды, ары қарай спокойно құлайды. Уже бізде төменгі жақтағы ликвидностьтар бар, сол төменгі жақтағы ликвидностьтардың бәрін жинауға барады. В целом мен сіздерге қысқа нұсқа түсіндіргім келді осы ликвидностьтар жайлы. Менің ойымша мен түсіндіре алдым. Так, свип туралы мен бір нәрсе айтып жіберейін, ары қарай уже видеомызды аяқтай берсек болады. Так, свип дегеніміз, ол бізде теньмен ликвидностьті суырып алу. Яғни, мысалы, мынаны алатын болсақ, мынау бізде ликвидность қой, дұрыс па? Мынау бізде ликвидность, мынау сызық. И бұл ликвидностьті біз келдік, міне резко теньмен, міне теньмен жоғары бардық, төмен құладық, жұлып алдық. Келді, мына свеча жабылды, екіншісі очень сильный свип берді, барлық стоп-лосстарды жұлды. Яғни көбісі мынандай стоп-лосстар қою мүмкінді, короткая позиция алған кезде. Так, мысалы, мына жерден кіреді, осындай стоп-лосстар қояды, сөйт, шорт ашамын дейді. Осының барлығын жұлып алу үшін осындай үлкен теньдер береді. Сол үшін де мен көбісіне советовать ететінім, всегда стоп-лоссты запаспен қою керек. Әрине, RR аз болып қалуы мүмкін, бірақ та RR аз болғанмен винрейт үлкен, стоп-лосс үлкен болса. Сол үшін де достар, енді бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Төмендегі сілтемеде Telegram парақша бар, Instagram парақшамыз бар. Және де ары қарай осы YouTube каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Ол бізге ары қарай видео түсіруге мотивация береді. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.